Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Мастер-классты бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі мастер-класста мен сіздерге шынжыр шұйғырақтың қалай құралатынын үйрететін боламын. Мен бұл мастер-классты сіздердің сұрауларыңыз бойынша көрсетіп жатырмын. Міне осындай шұйғырақ. Шынжыр шұйғырақты мен 3 түсті королевский үйлерден таңдадым. Ақ, көк және бежевый. Мата жолақтарының ені 4 сантиметр. Ақ пен көк түстен 4 шаршы құрап аламыз. Міне 1, 2, 3, 4. Бұның ені 16-да 16. Бежевый мен ақтан 4 шаршы құрап аламыз. Міне 1, 2, 3, 4. Бұның өлшемі 16-да 16 сантиметр. Шұйғырақта қалған 8 штук құрақ қалды. Оның 4-еуін 4 штукты көктен 2 қапталы. Міне 1 қапталы, 2 қаптары 4 штуктен 4-еуін құрап аламыз. Міне 1, 2, 3, 4. Қалған 4-еуін бежевыйдан 2 қапталынан құрап алдық. Міне бір жағы, міне екінші қапталы. Міне 1 штук, 2 штук, 3 штук, 4 штук. Сонда бізде көрпенің бір бөлігіне 16 шаршы құралады. Бұл құрақта құрақ көзі 2 түстен жүреді. Сондықтан мән беріп құраңыздар. Мына жерде көкпен ақ, мына жерде көкпен бежевый, мына жерде ақпен бежевый. Осы дайын болған 16 шаршыны бір-біріне қосып тігеміз. Бірінші қатарын көрсетем қазір. Бірінші қатарымызды бірінші осылай тігеміз. Мына екеуін осылай қаратып тігіп аламыз. Міне осындай болып шықты. Енді одан кейінгісін осылай қоямыз. Одан кейінгісін осылай қоямыз. Сонда мына екеуін тігіп аламыз. Осылай. Міне осылай болып шықты. Енді мынаған бүйтіп, мынаған бекіте қоямыз. Міне осындай болып шығады. Бірінші қатары. Енді екінші қатарын тігеміз. Екінші қатарымызға ақ пен көгімізге цвет осылай тұрады. Осыны осылай тігіп аламыз. Мән беріп қарап алыңыздар. Осылай шықты. Енді бұған бежевый мен көк және мынау кетеді. Осылай кетеді.
мына жерде сіздерге көрсетеді. Мына ақ пен көк, мына жерде осы былай түсетін болса, құралған кезде, мына жерде былай түспейді, былай қапталмен түседі, тіке тұрады. Бұның шиқұрақтың ең жаңағы қиын жері осы орталарына, құралуына мән беріңіздер. Бұл құрақ осындай болып өзгеріс тауып отырып құралады. Және мына екеуін өстіп бекітіп аламыз. Шатысып кетсеңіздер, узор шықпай қалады. Міне, енді осыны бір-біріне бүйтіп қосамыз. Сіздерге бірінші, екінші қатар болды. Енді осыны қосып көрсетемін. Мынау екінші қатар, мынау бірінші қатар. Міне. Енді осыны бір-біріне біріктіреміз. Өстіп қаратамыз да, өстіп басынан бастап құраймыз. Міне, мынау жаңа шынжырымыздың түбі. Енді бұлай ары қарай үшінші қатарын тігеміз енді. Құраймыз. Міне көкпен осылай келтіреміз. Осыны осылай тігіп аламыз. Және міне енді мына жерге серейі көбі түсті ғой, екі қабырғасы. Енді мына жерге серейі бір қабырғасында екі көк, екі қабырғасында мынаған келіп тұрады. Осылай қояды. Содан кейінгісін осылай қоямыз. Енді мына екеуін біріктіріп аламыз. Міне, құрағымыз үшінші қатар. Енді мынаны бір-біріне біріктіріп аламыз. Осы тігіп алғанымызды ана жаңа тіккенімізге қосамыз. Мынау жаңа екі ряды, мынау үшінші рядын. Көрдіңіздер ме? Көк шынжыр. Былай. Енді осыны тігіп аламыз.
Сіздер менің тікеніме қарап тігіп алыңыздар. Мәне көріп тұрғаныңыздай бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар. Енді төртінші қатарын тігеміз. Төртінші қатарын осылай тігеміз. Осылай түссе бежевый мен бежевый. Міне, осындай болып шықты. Енді көкті бұлай қоямыз. Көгімізді бұлай қоямыз. Сосын серейімізді бұлай қоямыз. Енді көк пен серейімізді, бежевыйімізді тігіп аламыз. Міне, енді мынаны бір-біріне қосамыз. Көк пен көкті қайырамыз. Міне мынадай болып шықты. Енді қосамыз. Төртінші қабырғамызды енді қосамыз. Үшінші қабырғамызға. Міне. Сол кезде осылай қосып шығамыз. Осылай қайырамыз, сосын мына басына бастап тігеміз. Шынжыр шүйғырағымыздың арты осындай болды. Алдын көрсетем. Мынадай болып шықты. Міне көздің жауын алатын шүйғырақ. Міне көк. Міне көк бұлай, бұлай, бұлай келеді. Бұлай тұрады құрақ. Бізде шынжыр шүйғырақтың бір бөлігі осылай болып шықты. Көрпе құрасаңыздар, осылай ұзындығына байланысты осы бөліктерді қайталай бересіздер. Сол кезде осындай бежевый мен көкпен шынжыр шүйғырақтың несі шығады, узоры шығады.